Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Грузиядағы соңғы күніміз. Кешегі Арменияға тур үшін сол туроператорға барып келдік, ұрысып айттық, дұрыс емес, бізден артық алып қойдыңыз. Просто так барып келу такси 300 лари тұрады. Сол сосын ана кісі бізге қайтарда бензинға ақша алып алды 10 мың теңге. Өйткені мен сендерге қайтарға артық 40 километр жүрдім басқа жолмен көрсету үшін деп айтты. Оның басында айтқан жоқ олар бізге. Сол үшін біз айттық, неге айтпадыңыз бізге, сұрамадыңыз. Осылай жүргізем қайтарда, бірақ оған дополнительно осынша төлеу керек деп, бәрін айту керек қой деп. Сөйтіп бүгін барып неден экскурсия жүретін кісілерден ақшамызды қайтарып алдық. Тек бензин үшін. Сосын бірақ қандай ортақ келісімге дұрыс келе алмадық. Біз менде 20, мен отельға неде тастап кеттім таксидің ақшасын. Ол жерде 15. Местный Starbucks сияқты Римаға келдім. Кофе алдым, американо, таксида басым ұрып кетті. Мына жерде өте күшті, қас көрсетем қандай ассортименті, қандай заттар бар. Мына бір пудингтар өте вкусный, чиямен өте күшті. Ну, типа мына жерде попа ғой. Міне біз неге отырдық? Автобусқа. Бірде басқада қазақтар кетіп бара жатыр. Кутаисиге. Бізге самолетқа мінеді екен. Міне қазір біз Кутаиси аэропортындамыз. Ол скоро қазір кетеміз. Мына жақта адам көп, қас көрсетем. Осы жердегі адамдардың почти 80-70% қазақтар, бәрі Ақтау, Нұр-Сұлтанға бара жатыр. Вы все в курсе, да? Айком. Анди қалар өтіріп береміз. Ма düşen çam okuydu? Başlarından басталайын ма? Отчет 18, біздікі па өткен жол 39 болды. Ортасы ғой деймін біздікі. Да, бірақ. Ой, анау жақтен, жан жақтен. Hoş geldin. Ama bu.
акне салуға болмай ма? Айналып тұрады. Ой. Ой, мама. Шүкір. Күтеміз. Шүкір. Күтеміз. Қазақстанға кеттік. Күтеміз. Енді смело жүре беруге болады. Содан кейін еліміздің астанасына барамыз. Күту уақыты 7 сағат. Мынауында ескеп жүр. У кого что, контрабанда бар деп, қандай үлкен. Приучный ғой. Қойшы деп жүр. Не делай так? Кемейді оланы, приучный қалып кетсін. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менде жұмыс басталды. Понедельник, дүйсенбі. Бүгін қонақтар келеді, аналардың достары. Және де менің достарым. Соған үйге барған соң тез дайындалу керек. Заранее заготовкалар жасап қойдым. Мантыларды жасап, морозилкаға салып қойдым. Сосын соны пісіріп жіберемін. Сосын салат жасаймын. Барлықтарына сәлем. Дайындық қызу үстінде, стол астан кестен, бірақ 2 салат уже жасалды. Жұбайым жұмыс бойынша сөйлесіп жатыр. Doesn't matter, maybe Italia, maybe Spanish. Всем привет, пришла в классный ресторан, называется Капучино. Как всегда, я всегда первая и жду подруг. И такой вот вид из окна на Кабанбай-Батыр. А вот здесь тоже вот так вот есть вид. Айдана пришла с работы. Привет подписчикам Адины. Потому что мен не снимать етіп жатырмын. Блок. Да? А я не заметила.